Қайырлы күн, оқушылар. Бізде қазір математика сабағы. Оқулықтарының 112-113 бетін ашық қойыңдар. Біз бүгін туған өлкемнің табиғаты тарауын бастайтын боламыз. Және бүгінгі сабақтың тақырыбы жиындарды құру және жіктеу. Оқушылар, сендер бүгін сабақта жиын және оның элементтерін үйренесіңдер. Және тиісті емес таңбаларды қолданатын боласыңдар. Ендеше тезірек сабақты жақсы тыңдап алуға тырысайық. Балалар, біз математика сабағында көбіне ортақ нысандар тобы бар топтарды жиі қарастырамыз. Ондай нысандар тобын жиын деп атайды екен. Мысалы, біз жабайы аңдардың жиынын жасайық. Жабайы аңдардың жиынын жаса дегенде көз алдымызға аю, қасқыр, жолбарыс, түлкі, қоян сияқты аңдар кіреді. Біз осыларды топтап, оларды жиын құрауымызға болады екен. Мысалы, мына жердегі екі жиынға қарайық. Бірінші А жиыны, екінші В жиыны. А жиынының ішінде элементтері бар. Олар екі таңбалы сандар. Ал В жиынының ішінде элементтер бар. Олар тік төртбұрыштар. Ендеше осыларды сыртынан қоршап, тұйықталған сызықпен бөліп тұрған А және В жиындарын біз осыны Эйлер диаграммасы деп атайды екенбіз. Және осы Эйлер диаграммасының өз атаулары болады. Олар бас әріппен, латын әріпімен белгіленеді. Өздерін көріп тұрғандай, бірінші А, екінші В әріпімен белгіленген. Эйлер-Вен диаграммасы деп аталу себебі Эйлер-Вен ғалым болған және осы жиынды ойлап тапқан. Осы ойлап тапқан жаңалығына өзінің фамилиясын берген екен. Енді мынау Эйлер диаграммасына қарайық. Бірінші жиында ара, құстар, инелік ұшып жүр. Екінші жиында тек қана құстарды көресіңдер. Ендеше бірінші жиындағы ортақ қасиеттеріне қарап, оларды қанаттылар деген атау беруімізге болады. Ал екінші жиынға қарап, біз барлығының бірдей екенін көріп, құстар деген атау беруімізге болады екен. Міне балалар, осылай жиынды біз бүгін танысып білетін боламыз. Енді оқулықтарының 112 бетін ашайық, ондағы тапсырмаларды ауызша орындалатын жасап алайық. Бірінші тапсырма: бұл нысандар қандай жиындардың элементі? А. Шырша, қайың, қарағай, терек. Балалар, бұлар нелер? Ортақ. Бір сөзбен не дейміз бұларды? Әрине ағаштар дейміз. Ендеше бұл ағаштар жиыны. Екінші элементтерге қарайық. Ата, әже, әке, ана, қызы, ұлы. Балалар, біз бұларды бір ғана жиынмен қалай атаймыз? Дұрыс айтасыңдар, отбасы жиыны болды. Үшінші сызғыш, қалам, қарындаш, кітап, дәптер деп те қосуға болады. Бұларды қандай жиын деп атауға болады? Әрине, оқу құралдары. Ендеше бұл бізге берілген элементтер, ал біз осы элементтерден жиын құрастырдық. Енді түсінген боларсыңдар. Енді балалар, жиындарды тиісті немесе тиісті емес деген белгімен көрсетуге болады екен. Егер ол тиісті болатын болса, сол жиынның ішінде тұрады. Ал тиісті емес болса, ол жиынның ішіне кірмейді, сыртында немесе басқа жиынның ішінде тұрады. Оны сызықпен сызып көрсетеді екен. Мысалы, қараңдар, А жиыны тиісті В-ға дейді. Бұл кішкентай элементтері кішкентай латын әріпімен белгіленеді дедім. Ал үлкен ол жиынның аттары, олар бас әріппен, олар да латын әріптерімен белгіленеді. Сонымен А тиісті, В тиісті Аға. Қарайық. А жиынның ішінде В бар ма? Әрине, көк құтан тұр, я? Ендеше ол сол жиынның ішінде тұрғандықтан тиісті дейміз. Енді келесі қараңдар. М тиісті емес Аға. Аның ішінде, жиынның ішінде М деген әріп бар ма? Жоқ, әрине. Сондықтан да ол тиісті емес.
тиісті деген таңбаның үстінен сызамыз. Енді біз М-ді қарасақ, ол В жиынында жатқан алабұға екен. Ендеше мінекей тиісті, тиісті емес деп осы белгілерді көрсетеміз. Әрі қарай балалар, номері 3-ші тапсырмаға келейік. Сендерде 2, 5, 7, 4, 9 сандар берілген. Бұл элементтер. Қандай жиын жасайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Бір таңбалы сандар жиынын құрадыңдар. 4-ші тапсырма. Енді суреттерде жиындар берілген. 3 жиын тұр. К, Ф, С. Ішіндегі элементтерді атаңдар дейді. К элементіне тиісті А, В, С дөңгелектері. F жиынына тиісті Д, Р, М төртбұрыштары, шаршылар деп айтуға болады. С жиынына тиісті I, N, S. Мінекей балалар, осы әріптер осы жиындарға тиісті екен. Келесі тапсырма зерттеу. 5-ші тапсырмаға қанекей бәріміз зейінін құрайық, я? Сұрақтарға жауап беріңдер. Жиындарға қара. 2 жиын берілген, А және В жиыны. А жиындарын гүлдер деп атауға болады, а В жиындарын үй құстары деп атауға болады. Осы 2 жиын элементтерін салыстыр. Қане қайсы көп? Әрине, А артық В-дан екен. Және диаграмма бойынша өздерің бір-біріңе сұрақ қоюға болады екен. Бұны біз сыныпта тағы талдайтын боламыз. Енді дәптерлеріңді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Желтоқсанның 12-сі сынып жұмысы. 6-шы тапсырманы өздерің орындаңдар. Берілгенін оқып, қысқаша шарт дайындау, құрама есептердің 1-ші амалының мәнін табасыңдар, құрама есептің 2-ші амалының мәнін табасыңдар және жауабын жазасыңдар. Мен сендерге қысқаша шартын былай көрсеттім. Мұражайдың 1-ші залында табиғат туралы 29 картина бар. Ал 2-ші залында белгісіз, одан 15-і артық. Сұрақ: мұражайда табиғат туралы барлығы неше картина бар? Ендеше 2 сұрақ белгісін көріп тұрсаңдар, бұл құрама есеп. Сәттілік. 7-ші тапсырма өте оңай. Берілген 4 санға 15-ті қосып шығасыңдар. 2-ші бағанға берілген 4 саннан 15-ті кемітесіңдер. Және 9-ші тапсырманы жылдам орындаймыз. Онда тиісті таңбаларды қойып, бір санды жазған кезде 8 шығады. 2-ші өрнекте бір санды жазып, тиісті таңбаларды қойғанда 20 шығады. Осы тапсырмаларды орындағаннан кейін үй тапсырмасы бойынша өздерің жиындар құрастырып көріңдер. 1-ші А жиынын сызып, ішіне осы сыныптың ішіндегі заттарды жазасыңдар. 2-ші Б жиынын сызып, өзіміздің қоршаған ортадағы нысандарды, элементтерді атауын жазасыңдар. Сәттілік балалар. Егер түсінсеңдер, өздерің өте жақсы баға қойыңдар. Егер әлі де түсінбесеңдер, сабақта сұрап алыңдар. Сабағымыз аяқталды.